Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, бүгін біз сымсыз желілер жайлы жалпы мағлұмат аламыз. Компьютер желілердің түрлерімен танысатын боламыз. Және сымсыз желілердің артықшылықтары мен кемшіліктерін білетін боламыз. Және сымсыз желілерді пайдалану арқылы компьютерді интернет желісіне қосамыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сымсыз желілер болғандықтан, бүгін біз сымсыз желілердің артықшылықтары мен кемшіліктерін білуіміз қажет. Сондықтан біз бүгін топтық жұмыс орындаймыз. Біз екі топқа бөлініп, сымсыз желілердің сымсыз байланыстың артықшылықтарын және кемшіліктерін зерттейтін боламыз. Оқушылар, бүгін біз топтық жұмыс орындаймыз. Сендерге сымсыз байланыстың артықшылықтарын, пайдасын сендер қазір топтық жұмыста орындайсыңдар. Бір-бірлерін ақтасып топтық жұмыс ретінде қорғап бересіңдер. Сендер сымсыз байланыстың кемшіліктерін және зиянын айтасыңдар. Тапсырма түсінікті болса, жұмысқа кірісеміз. Сымсыз желінің артықшылығы мен пайдасы. Сымсыз желімен жұмыс істеген ыңғайлы. Кез келген құрылғыға жұмыс істейді. Сымсыз желі жылдам қосылады. Ондаған пайдаланушы интернеттен қосыла алады. Желіге кабель қажет емес. Әлемнің кез келген түкпірінде жұмыс істейді. Бүгінгі біздің тақырып сымсыз желінің зияны мен кемшілігі. Сымсыз желі адамның денсаулығы үшін өте зиян. Сымсыз желі аумағы өте шектеулі. Сымсыз желі адамды интернетке тәуелді етеді. Сымсыз желі адамның миының жұмыс істеуін төмендетеді. Wi-Fi қосылып тұрған бөлмеде ұйықтаған адам миы демалмай, ұйқысы болмай, шаршаңқы болып жүреді. Сымсыз желі энергия көп тұтынады. Оқушылар, қазір практикалық жұмыс орындаймыз. Біз сымсыз желіні пайдаланып, алдымыздағы компьютерді интернетке қосамыз.
сабақ аяқталды. Қазір сендерге кері байланыс ретінде маған бүгінгі сабақ қалай өткенін стикерлерге жазып, жеміс ағашына жабыстырамыз. Яғни бүгінгі сабақта ұнады ма, немесе түсінбеген жерлерің болды ма, қалай өтті, сол жайлы стикерлерге жазып, жабыстырсаңдар болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.